Адамның мінезін ұйқысына қарап қалай анықтауға болады? Қазақ тілдегі каналымды қолдап, тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Егер ұйықтаған кезде тізеңізді бүгіп жатсаңыз, онда сіз бір қалыпты, сенім артуға болатын, ешкімге кек сақтамайтын жансыз. Кез келген ортада өзіңізді жайлы сезінесіз және адамдармен тез тіл табыса аласыз. Ал бүк түсіп ұйықтасаңыз, үнемі жақындарыңыздың демеуіне, моральды қолдауына мұқтажсыз. Өте сезімтал жансыз. Кейде тіпті көз жасына ерік бересіз. Осылайша бүк түсіп ұйықтаған кезде сіз сыртқы ортаның жағымсыз әсерлерінен қорғанғандай боласыз. Өз шығармашылығыңыздың шыңдалуына жол ашыңыз. Қолыңыздан келетін сүйікті іспен шұғылданғаныңыз жөн. Мысалы, сурет салыңыз, би үйірмесіне қатысыңыз. Егер де сіздің жарыңызда осы кейіпте ұйықтаса, оны мазалап, миын ашта бермеңіз. Көшбасшылар әдетте аяқ-қолдарын еркін сермеп жатады. Мұндай адамдар импульсивті болып келеді. Олар жұмыста да, отбасында да тәртіп орнатып, бәрін қадағалап жүреді. Алдын ала дайындалып, алдағы күндеріне жоспар құрып, діттеген мақсатына оңай жетеді. Тыңғылықтылығы мен қайтпастығына қарай, бұл топтағы адамдар кез келген өмір асуларында оңай бағындырады. Ал үнемі шалқасынан ұйықтағанды позитивті көңілді адамдар ұнатады. Сіз жұрт назарын өзіне аудартып, шулы кездесулердің ортасында жүргенді қалайсыз. Жұмыста еңбекқорсыз, бір бетке және шындықты бетке айтқанды ұнатасыз. Отбасында да, жұмысында да көшбасшысыз. Бар назар тек сізде, өзіңізде. Бұл кейіпте көбінде ер адамдар ұйықтайды. Ал қарауылда тұрған күзетші секілді ұйықтасаңыз, өмірдегі мақсаты айқын және сол мақсатына аңдап басып, асықпай жететін жансыз. Сіз қаталсыз және айналаңыздағы адамдарға да қаталдық танытасыз. Бірақ көп жағдайда өзіңізге тым көп жауапкершілік аласыз. Ал соңғы осылай тырна сияқты ұйықтайсыз ба? Онда сізден бәрін күтуге болады деген сөз. Мінезіңіз құбылып тұратындықтан жақындарыңыз бен айналаңыздағы адамдарды таңғалдырып, тамсандырасыз. Жымиып тұрып айқайға лезде басуыңыз әбден мүмкін. Көп жағдайда белгілі бір таңдау жасаған кезде көп кідіріп қиналасыз. Өмірде де, қызметте де тұрақтылық пен тыныштықты, ықтиярлықты қалайсыз. Ал сіз қалай ұйықтайсыз? Қай топқа жатасыз? Төменге пікірге жаза кетуді ұмытпаңыз.